Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, кез келген суппен жей беретін чесночный хлеб дайындайтын боламыз. Ең алдымен жуылған көк шөбімізді уақтап тұрып алатын боламыз. Көк шөпті салу міндетті емес, дегенмен ол өте керемет дәм береді, сондықтан оны пайдалануға кеңес беремін. Туралған көк шөбімізді бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға салып, содан соң сарымсағымызды уақтап тұрып алатын боламыз. Енді барлығын араластырып алатын боламыз. Сары майымыз еріп тұрғандықтан бізге қиындық келтірмейді. Содан соң теркадан сырды өткізіп алатын боламыз. Кез келген сырдың түрі бола береді. Ал енді кесілген нанымызға осы салмамызды жағатын боламыз. Кез келген наннан жасай берсеңіздер болады. Мен үйде пісірілген наннан жасадым. Нанның рецептісін менің каналымнан қарай аласыздар. Содан соң бетіне сырымызды сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын.